Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі ерекше болып шығатын блинные мешочкидің рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен біз құймақтарымызды жасаймыз. Ол үшін ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарамыз. Оған тұз және де қантымызды қосып, венчикпен араластырамыз. Оған ұнымызды да қосып, жақсылап араластырамыз. Сүттің кішкене ғана бір бөлігін қосып араластырамыз. Кейіннен толықтай сүттің барлығын құямыз да бір түйіршігі қалмай, яғни жақсылап араластырамыз. Оған сұйық май қосамыз. Араластыра отыра, оған қайнап тұрған ыстық суымызды қосамыз. Қамырымыз дайын. Енді табамызды отқа қойып, жақсылап қыздырамыз. Осылай ожаумен қамырымызды сапыра отыра, кішкене алып, видеодағыдай құйып айналдырамыз. Осылайша барлық жерін жауып, құймағымызды пісіреміз. Шамамен 2-2,5 минуттың ішінде біздің құймағымыздың жан-жағы қызарып піседі. Сол уақытта біз құймағымызды екінші бетке аударамыз. Екінші беті өте тез піседі, сондықтан осылай жүйрік аударып, құймақтарымыздың барлығын пісіріп аламыз. Менде табамның диаметрі 26 сантиметр. Осы көлемде менде шамамен 12-13 штук шықты. Енді салмасына көшеміз. Ол үшін бір орташа пиязымызды өте майда етіп турап аламыз. Видеодағыдай бөлшекке бөліп 4 бұрышты ет тураймыз. Саңырау құлақтардан менде шампиньон. Оны жумаймыз. Тек осы видеодағыдай қабығын ашып тастаймыз. Және де таяқшасын, яғни түп жағын, жартысын алып тастаймыз да, оны да майда етіп турап шығамыз. Басқа саңырау құлақтарды да қолдансаңыздар болады. Енді тауықтың төс етінде майда етіп 4 бұрыштап тураймыз. Тауықтың төс еті құрғақ болып қалмас үшін піскен суында суытамыз. Енді табамызды отқа қоямыз. Оған сұйық майды құйып, қыздырып, пиязымызды жақсылап қуырып аламыз. Осылай жақсылап қызарып, қуырылған кезде бөлек ыдысқа алып аламыз. Дәл сол табаға кішкене май құйып жіберіп, артынша қозқұйрықтарды, яғни шампиньондарды салып қуырамыз. Кішкене тұз қосып, тағы да шамамен 5-10 минуттай қуырып, оны да бөлек ыдысқа алып аламыз. Енді тауықтың төс етін, қуырылған пиязды және де қуырылған шампиньонды салып, бір араластырып аламыз. Оған үккіштен өткізілген сыр, яғни менде моцарелла және де сливочный сыр. Соны үккіштен өткізіп, қосып, жақсылап араластырып алдым. Кез келген сырды қолдансаңыздар болады. Шамамен 2-2,5 ас қасық салманы әрбір құймаққа салып шығамыз. Енді видеодағыдай құймақты жинаймыз. Яғни осылай жинақтау арқылы дорбаның формасын келтіреміз. Салманы тым көп салудың қажет жоқ, сонда осылай жиналу оңай болады. Оны көк пиязбен немесе чечил сырымен осылай байлап шығамыз. Көк пияз жақсылап оралу үшін оны алдын ала ыстық суда ұстасаңыз болады. Қалған құймақтарымызды да дәл солай салмасын салып жинақтаймыз. Міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Қонақтарға да әрі үй-іштеріңізге де ұнайтыны сөзсіз. Ал егер менің видео рецептім ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазыңыздар, әрі каналыма міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Алда шығатын жаңа рецептерді жібермес үшін қоңыраушаға басып қойыңыздар.